Сәлеметсіздер ме балдар? Бүгін бізде 7-ші сынып алгебра 6-да 83-ші есеп шығаратын боламыз. 6-да 83-ші есеп 3 есептен тұрады. Мына берілгендерін жазып қойдым. Бірінші есептен бастайық. Бірінші есепте ең алдымен біздер алымын шығарып аламыз. Алымы 1 бөлінген 1 минус а плюс 1 бөлінген 1 плюс а. Бұл есепте бізде ортақ бөлім 1 минус а және 1 плюс а болады. Тоқтауыш көйткіштері 1 плюс а, бұл жерде 1 минус а. Енді тоқтауыш көйткіштерді алымына көбейтетін боламыз. 1 плюс а плюс 1 минус а. Бұл жерде плюс а мен минус аны қысқартамыз, өйткені екеуінің таңбасы әртүрлі. Бөлшек сыз, бөлшектің бөлімінде 1 минус а, 1 плюс а қалады. Және де алымында 1 мен 1 қалды. 1 мен 1-дің қосындысы бізде 2. Енді бөлімін шығарамыз. Бөлімінде ортақ бөлім жазып аламыз. Ортақ бөлім 1 минус а, 1 плюс а болады. Тоқтауыш көйткіштерін жазамыз. 1 плюс а, бұл жерде 1 минус а. Енді тоқтауыш көйткіштерді алымына көбейтеміз. 1 плюс а, азайту 1 плюс а болады. Бөлімінде 1 минус а, 1 плюс а жазылады. Және де алымында бізде 1 мен 1-ді қысқартатын боламыз. А мен аның қосындысы бізде 2а болады. Енді алымында шығардық, бөлімінде шығардық. Енді алымын мен бөлімін бір-біріне бөлетін боламыз. А, 1 бөлінген 2а, 1 минус а, 1 плюс а. Бізде бөлуді көбейтуге айналдыру үшін бірінші бөлшекті жазып қоямыз да, екінші бөлшектің біздер орнын ауыстырамыз. 2, 1 минус а, 1 плюс а болады. Көбейту 1 минус а, 1 плюс а, 2а бізде бөліміне болады. Енді қысқартамыз. 2 мен 2-ні қысқартамыз. Бізде бөлімінде а қалды, алымында бізде 1 қалды. Бұл бізде 6-да 83-ші есептің біріншісі. Енді екіншісін шығарайық. Екіншісінде де алымын жазып аламыз. x минус 1 азайтамыз. x плюс 1 бөлінген x. Бұл жерде бізде ортақ бөлім x минус 1 болады. Тоқтауыш көйткіш бұл жерге x болады. Бұл жерде x минус 1 болады. Тоқтауыш көйткіштерді алымына көбейтеміз. X квадрат минус x минус 1, x плюс 1-ді бір-біріне көбейтеміз. Енді x квадрат болады. X минус 1 мен x плюс 1-дің көбейтіндісі x квадрат минус 1-ге тең. Бөлімін жазып қоямыз. Енді жақшаны ашайық. X квадрат минус x квадрат плюс 1 болады. Өткені жақшаны алдына минус тұрғандықтан ішіндегі таңба өзгереді. Бөлімін жазып қойық. X минус 1. Бізде бұл алымын шығардық. Енді бөлімін шығаратын боламыз. X бөлінген x плюс 1 азайтамыз. X минус 1 бөлінген x. Бұл жерде де ортақ бөлім x плюс 1 болады. Бұл жерде x, мына жерде x плюс 1
x квадрат минус x минус 1, x плюс 1. X квадратты жазып қоямыз. X минус 1 мен x плюс 1-дің көбейтіндісі x квадрат минус 1-ге тең. Бөлімінде x, жақшаның ішінде x плюс 1 болады. Енді жақшаны ашамыз. X квадрат минус x квадрат плюс 1 болады. Бөлімін жазып қоямыз. Біздер алымын мен бөлімін шығарып алдық. Енді екеуін бір-біріне бөлетін боламыз. X квадрат минус x квадрат плюс 1 бөлінген x минус 1 бөлу x квадрат минус x квадрат плюс 1 бөлімінде x минус 1. Біздер бөлуді көбейтуге айналдыру үшін бірінші бөлшекті жазып қоямыз. Екінші бөлшектің орнын ауыстырып жазамыз. Яғни мына бөлшектің орнын ауыстырамыз. x минус 1 бөлімінде x квадрат минус x квадрат плюс 1 болады. Енді қысқаратындарды қысқартамыз. Мына бөлшек қысқарат бір-бірімен, x қысқарат. Бізде қалғаны алымында x плюс 1 қалды, бөлімінде x минус 1 қалды. Бұл бізде 6-83 есептің екіншісі. Енді үшіншісіне келейік. Үшіншісінде алымын жазып аламыз. X азайту a, y азайту a. Бұл жерде ортақ бөлім бізде y азайту a болады. Бұл жерде тоқтауыш көйткіш y минус a болады. Енді тоқтауыш көйткішті алымына көбейтеміз. X, y азайту. X даға көбейтеміз. X a азайту a, y. Біз алымын шығарып болдық. Енді бөлімін шығарамыз. Y азайту ax, x азайту a. Бұл жерде бізде ортақ бөлім x азайту a болады. Тоқтауыш көйткіш x азайту a. Енді тоқтауыш көйткішті алымына көбейтейік. Y-ті x-ке көбейткенде yx, y-ті a-ға көбейткенде y-a минус ax жазылады. Енді бізде алымында бөлімінде шығарып болдық. Енді бір-біріне бөлеміз. Бірінші бөлшекті жазып қоямыз. Екінші бөлшектің орнын ауыстырып жазамыз. Бұл бізде міне екінші бөлшек, орнын ауыстырып жазып отыр. yx минус ya минус ax. Мына бөлшектерді бір-бірімен қысқартамыз. Сонда бізде қалатыны алымында x азайту a, бөлімінде y азайту a. Бұл бірінші есептің жауабы. Мынау екінші есептің жауабы. Үшіншісінің жауабы.